Ең соңғы презентацияда біз осы команданың организацияның VP-іне барамыз, вице-президентіне барып презентация көрсетеміз. Сол презентация негізі Қазақстанның туынан басталды. Сондықтан мен әдейі скриншот жасадым, маманың телефонын алып, мама бізде менімен бірге Сиэтлда. Маманың телефонынан өзіме звондай бердім де, андай 47 пропущенный звонок деген сияқты скриншот жасадым. VP келіп, сахнаға шығып, біздің енді сағаттар осындай қоңырау, интернет арқылы қоңырауларды қабылдай алады, өздері жасай алады. Ендігі жолы Apple сағаттарыңызбен былай сөйлескен кез сайын Ерсұлтанды еске алып отырыңыз, рахмет айтып. Дұрыс қой? Сонда жасы нешеде болды осыны жасағанда? 21-де. Оңай, 2021-де. Арай, сен 21 жасыңда не істеп жүр едің? 21 жасымда. Қайда барсам, соны қарап. Мен 21 жасында басында жел ғана. Дайындалуым соншама төмен болды. Тапсырам деп, әйтеуір тапсыратын жеріне тапсырып, ешқайда түспей қалдым 11 кластың соңында. Содан тек қана оқудың бағасы 44 мың қалды. Өте үлкен. Тек қана $44,000. Тек қана 44 мың, иә. Үйрені алама деген сияқты немесе... Айттым ғой, шал деп шал. Сондай ойлар. Ата. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біздің қонағымыз Ерсұлтан Сапар. Қазіргі күнде Perceptis компаниясының co-founder болып есептеледі. Өте беделді және өте күшті тәжірибе алудасың деп ойлаймын. Онымен қатар Apple компаниясында софтвер инженер болып, программист болып, яғни жұмыс істеген. Оған қоса UC Berkeley университетінде Computer Science бакалавр дәрежесінде білім алып, осындай кең, осындай ауқымды дәрежеде тәжірибелер алып, осы күнде жас кезіңнің өзінде сондай биік дәрежеде мен үшін өте биік дәреже. Сол туралы сөйлессек бүгін. Жаңа балалық шағынан қазіргі күнге дейін мүмкін болашаққа деген көзқарасың, идеяң, вижн қандай дегендей. Қош келдің. Рахмет сіздерге шақырғандарыңызға рахмет. Ерсұлтан мен көрермендерге енді құпия болмай-ақ қойсын. Арай, сен қашандан бері танисың Ерсұлтанды? 18-19 шығар, 19 жылда. Сол жылда. Иә, өйткені мына жердегі жаңағы IT қауымдастығының мүшесі ретінде. Ал Ерсұлтан екеуміз общежитие демей-ақ қояйын, енді жатақхана дейміз бе, қалай айтамыз? Беркли университетінің бүгінгі не біздің альма-матерді киім киіп отырып, иә, сөйтсеміз керек. Арайды қоршап алуымыз керек Берклиде. Сол кезде бір қауымдастық студенттер тұратын жерде тұрдық, көрші болдық, иә, сондықтан Ерсұлтан менің көз алдымда өсті деп айта аламын. Ол кезде сен жасың 17-де ме? Мен 17 жасында келдім, бірақ мен 18-ге толып қойдым. Иә, қазір сен нешедесің? Қазір 24-те. Сонда таң қалғаным, Ерсұлтан студент кезінен өте жаңағы ұқыпты, барлық сабағын оқиды, сонымен бірге барлық жерде жұмыс жасайды, бірнеше жерде енді қаңғып жүргенін, студент болып бір жүрген көрген жоқпын. Постоянно әрқашан бір алдына қойған мақсатын көздеп жүретін сондай жігіт, біз мақтан тұтамыз. Содан кейін Apple компаниясына орналасты да бізге барлығымызға қатысы бар бір үлкен бір жоба жасады. Мен содан бастап сұрағым келіп отыр, Арай қарсы болмаса. Бұл жоба дегеніміз Apple компаниясында жұмыс істеп жүріп, жаңа Apple Watch, яғни Apple сағаттарында кез келген жаңағы приложение арқылы, app арқылы келген қоңырауларды notification ретінде көрсету, иә? Сол жоба туралы ашып айтып берсең. Әрине. Бұл жобаны мен тәжірибе өту кезінде жасадым, интерншіп кезінде 2021 жылы. Және сол кезде мен Apple Watch организациясына түстім. Ол жердегі бүкіл командалар Apple Watch-қа байланысты программа жазады, софтвер жазады. Менің командам, мен түскен команда, менің менеджерімнің командасы коммуникацияға байланысты приложениялар жасайтын. Mail, қоңырау шалу, SOS, календарь, продуктивитиға байланысты қосымшалардың бәрі сол команданың мақсаты еді. Мен келген кезде бір апта бойы менде өте жақсы ментор болды, ол кісімен әлі хабардамын, кеше сөйлескен соңғы рет. Менеджермен де әлі хабардамын. Сол кісілер мені қарсы алып, ол кезде ковид еді, интерншіп бәрі ремоут. Мен сол кезде мамамен бірге Сиэтлда болдым. Интерншіп басталған кезде маған бір-екі аптадан кейін
мен жұмыс істей алатын проекттардың тізімін берді. Мен оның бәрін оқып шықтым. Маған ең ұнаған проекті, ең соңғы проект, оның қасында жақшаның ішінде бұл проект стажерларға, интерндарға керек емес, істемей ақ қойыңдар, не рекомендуется деп жазып қойған еді. Бірақ бұл проект маған қатты ұнады, өйткені маған қатысы бар деп ойладым. Мен international студент болғаннан кейін маған үйдегілердің бәрі WhatsApp-пен, мессенджермен, бүкіл осындай қосымшалармен звондайды. Жай не арқылы, фон деген приложение арқылы ешкім хабарласпайды. Сол үшін маған Кейселден ақштың T-Mobile ешкім звондай алмайды. Иә, T-Mobile, AT&T атымен жоқ, ешкім звондамайды. Сондықтан маған Apple Watch ол кезде осындай Telegram немесе Messenger сияқты, WhatsApp сияқты қосымшалардан қоңырауларды қабылдай алмайтын. Мен соны көріп, өзім кішкене таңғалып қалдым. Ол қалай олай болуы мүмкін, әлі істеп бітірмедім бе десем, біраз сөйлескеннен кейін түсіндім, әлі команданың уақыттары жетпепті бұл проектке. Бірақ бұл проект бірнеше басқа командалар, бірнеше организациялардың қосынды жұмысы болу керек еді. Сондықтан енді келген стажерға бұндай жұмысты беру кішкене оларға ыңғайсыз болды. Өйткені стажердің мақсаты ол 3 айдың ішінде компанияда жақсы жұмыс істеп, оған компания ұнады, командаға ол ұнады, келесі жолы университетін аяқтаған соң командаға full time келеді деген мақсатпен келе тұр ғой. Сондықтан қиын проектті бергісі келмеді, бірақ мен енді былай келістік. Интерншіптің ортасына дейін осы проект жасаймын. Егер қолымнан келмей жатса, тастаймын, және сіздер қандай проектті тастарсыңыз деп келістік. Сөйтіп осындай қалай айтсам болады, қас жүзден бәрі кетіп жатыр. Приключение ғой. Орысша айта беріңіз отарасыз. Орысша айта берсем болады. Ештеңе кетпейді. Сөйтіп солай бастадық. Бірінші 2 аптаның ішінде бірінші апта или 2 аптаның ішінде менде уже прототип болды. Ол прототип арқылы мен өтірік WhatsApp сияқты, кез келген мессенджер сияқты қоңырауды телефонда көрсете алдым. Оны қабылдауға болатын еді. Ешқандай дауыс ештеңе шықпайды, ешкім жоқ қой, симуляция. Бірақ осы симуляцияны көргеннен кейін менеджерім бірден айтты, green light, осыны ары қарай жалғастыра берсең болады, ортасына дейін келіп деген әңгіме жоқ, ары қарай жалғастыра бер. Басқа стажерлардан да қалып қалған жоқпын. Біз апта сайын өз проектімізді менеджментке көрсетіп тұратынбыз. Және менің проектім олармен мүлдем қалыспады, қиын болғанымен. Бірақ негізі көп нәрсесі техникалық жағынан көп мәселелер болды, өте қиын. Бірақ біздің сол менеджерінің командасында 2 болған инженер, біреу менің неформальный менторым болды, біреу маған арнайы анықталған ментор болды. Сол екеуінің көмегінің арқасында, олардың үйретуінің арқасында мен енді түні бойы кейде отырып осы прототипті жалғастыра бердім. Содан ең қызық жерлері қалай айтсам болады. Ең соңғы презентацияда біз осы команданың, организацияның VP-іне барамыз, вице-президентіне барып презентация көрсетеміз. Сол презентация негізі Қазақстанның туынан басталды. Өйткені мен ол кісіге түсіндіруім керек еді. Мен Қазақстаннан келген адаммын. Мен осы Берклиде оқимын, сіздерде жұмыс істеп жүрмін қазір. Менің маған Қазақстаннан звондайды. Енді бәрі біледі ғой, анаңыз сізге телефонды көтермесеңіз сізге звондай береді. Сондықтан мен әдейі скриншот жасадым, маманың телефонын алып, мама бізде менімен бірге Сиэтлда. Маманың телефонынан өзіме звондай бердім де, андай 47 пропущенный звонок деген сияқты скриншот жасадым. Оның астында менің басқа тәтелерім звондағандай болып жасадым. Сондай скриншот қойып алдым. Бәрі мені іздеп жатыр. Главное, мама іздеп жатыр. Сол скриншотты көрсеттім ана кісіге. Айттым, енді вот сіз де осындай ситуацияда болдыңыз ғой. Мамаңыз звондаған кезде телефон көтеру керек. Ал сағатыңыз ол қоңырауды көрмесе, білмесе, қалай көтересіз? Сөйтіп ол кісіге ол мотивация ұнады. Сөйтіп бастадым проблеманы көрсетіп. Және одан басқа болған хайлайт, ол презентация кезінде мен өз менторыма телефон осы сағат арқылы қоңырау шалдым. Интернет қоңырау. VoIP деп аталады, Voice over Internet Protocol. Жаңағыдай айтқандай T-Mobile, AT&T арқылы емес, вышкалар арқылы емес, интернет арқылы. Соған звондадым, ол сағатынан алды, маған сәлем айтты, мен оған сәлем айттым.
біз оны лайв жасай алмадық, өйткені презентация онлайн болды. Онлайн арқылы кез келген нәрсе бұрыс кетуі мүмкін. Сондықтан біз арнайы осыған бір күн бұрын жазып алдық. Сол видеоны көрсеттік. Күшті видео болды. Және содан кейін тағы да бірнеше этаптан өтіп презентация жасадық. Сонымен интерншіл аяқталды. Мен кетер алдында өз командама жай бір документ жазып кеттім. Осылай осы проектті мен ары қарай жалғастырсам, осындай түрде аяқтаушы едім деген оймен жазып кеттім. Бірақ Apple үлкен компания болғаннан кейін менің ойымша олар осы проектті 2 жыл бойы әлі жасап, өйткені олардың басқа проекттері көп, үнемі приоритизация жүріп отырады. Сондықтан бұл проектке жеткенше бір 2 жылдай өтіп қалар деген оймен қайдан университетіме кеттім. Бірақ бір жылдан кейін мен Apple-ға қайтып келдім. Басқа командаға мүлдем Apple Watch-ға қатысы жоқ. Бірақ сол командада жүрген кезде маған арна аяқталған менторым қоңырау шалып айтады, бүгін презентация болады, презентацияға қатыс. Ненің презентациясы? Апдейттердің ба? Иә, жыл сайын Apple WWDC деген конференция өткізеді, Worldwide Developer Conference. Сол жерде көбінесе өзінің софтвер жағынан жаңа мүмкіншіліктерін көрсетеді. Сол презентациямен болатын білемін ғой, бірақ енді ол күн тағы жұмыс күні. Толықтай көрдік. Сөйтіп мен қызығып тұрмын ғой, маған қатысты бір нәрсе бар екен. Оны толықтай көрдім, бір уақытында ұмытып жаңа вице-президенттің, жоқ басқа кісі ғой деймін. Жоқ, сол кісі сол VP келіп, сахнаға шығып, біздің енді сағаттар осындай интернет арқылы қоңырауларды қабылдай алады, өздері жасай алады. Осындай біз бүкіл девелоперларға, біздің платформаларға код жазатын адамдарға осындай функционалдық қосамыз деп айтты. Менің 2 секундтық мәртебем көтеріліп, қайда жүгірерімді білмей, сол кісілерге звондап рахмет айтып, ол кісілермен обед ішеміз деп келісіп, өз командам айтып, мен олар үшін енді келген жаңа университет бітірген разработчикпін ғой, неғып шауып жүр дейді. Содан кейін бәріне түсіндіріп, қайтадан бәрін түсіндіру керек қой. Мен Қазақстаннанмын, маған звондайды, сендер білмейсіңдер, сендерге бәрі тиме звондайды. Сөйтіп бәрін түсіндіріп қайттым, сөйтіп кішкене шу шығарып сол күні. Болды, сонымен бітті. Қандай керемет, иә? Өзі айтып отырғандай бірнеше топтың жасайтын жобасын бір өзі стажер кезінде жасап, инициативасын көрсетіп, презентациясын жасап, сторителлинг қандай? Сторителлинг күшті. Сторителлинг Қазақстанның. Маманы 47 рет. Жасы нешеде болды осыны жасағанда? 21-де. Оңай, 2021-де. Арай, сен 21 жасыңда не істеп жүр едің? 21 жасымда. Қайда барсам, деп басқаны қарап. Мен 21 жасында басында жел ғана. Жұрттың баласы деген осы ғой міне. Өте керемет. Шынымен де сенің еңбегіңнің өстіп елге шығып презентацияға, әлемдік дәрежедегі презентацияға көрсетілгені өте жақсы результаттардың бірі. Мен үшін бұл Apple-ның ішіндегі ең бірінші жоба болды. Осылай әлемге шыққан, барып біреуге айтылғандай. Ендігі жолы Apple сағаттарыңызбен былай сөйлескен кез сайын Ерсұлтанды еске алып отырыңыздар, рахмет айтып. Дұрыс қой. Елдің алғысына бөлену деген осы. Негізі бүкіл қосымшалар әлі қолдамайды, бірақ олар сол қосымшалардың компаниясы жасау керек. Бірақ қолданылатын қосымшалар бәрі жұмыс істейді. Apple-да көп адамдар сөйлеседі. Солай айтса болады. Жақсы шешімдерді адамдар негізі біреу мынаны жасады екен деп ойламайды екен да. Себебі өте ыңғайлы. Оны бір кісі оны жұмыс жасап, жоба жасап, оны басына аяғына дейін келтірді деген сияқты ой мүлдем келмейді. Себебі ана жалғана құрбымның сөйтіп қоңырауға жауап бергенін көріп отырдым, бірақ қызық деген сияқты ғана бір ой ғана келді, бірақ артында сен тұрғаныңды білмедім. Apple Watch болды ма? Apple Watch болды. Енді ол жалғыз жасадым деп айту тым көп шығар, өйткені бірнеше мен жасап біткеннен кейін, содан кейін барып мен қарадым ғой. Менен кейін қандай жұмыс жасалды деп. Біраз менің менторым ары қарай соны бітіріпті. Сол мен болған команданың бастапқы адамы болып, сол кісі шығыпты. Бірінші басқа организациялардан, басқа командалардан адамдар бірігіп, 4 адамдай жұмыс істеді ғой деймін, бір жыл бойы. Тек қана мен жасадым деп айта алмаймын. Бірақ мен инициативаны көрсетіп, осы проекттің мүмкіншілігі, потенциалы зор деген ой қалдырып кеткен сияқтымын. Және
жақсы проекттерді адамдар қолданғанда ең үлкен мәртебе сол ғой. Және ол кезде андай білінбейтін әсер қалдырса жақсы, бірақ андай арнайы ашып қоспай өмірінде кішкене ғана пайда болып өз жұмысын атқарып кетіп қалатын проекттер осы не қоңырау шалу сияқты. Өте керемет, өте керемет. Енді айтып отырсың, бұл соңғы интерншиптің бірі. Интерншип қазақша қалай болады? Стажировка деп айта беріңдерші. Стажировка Рұқсатымды бердім. грант. Бұл Ерсұлтанның 7-ші стажировкасы болған. Университеттегі. Иә. Бір нәрсе айта кетейінші, мен де Берклиде оқыдым ғой. Америкада жүріп, университетте жүріп, осындай бір ірі компанияға стажировкаға орналасудың өзі өте қиын нәрсе. Осының 7 рет қиын нәрседен өткеніне Ерсұлтанның қолынан келіп отыр. Сөзің аузында. Иә, өте керемет. 7 рет дегенде 3 компания екенін білеміз. Оның біріншісі Ipsy болды, кейін HBO-да 2 рет стажировка жасадың ба? Және Apple-да бірнеше рет. Apple-да 2 рет. Иә. Соның есімде сен оқып жүрген кезде айтқаның, негізі барлық студенттерге ондай мүмкіндік беріле бермейді. Бір жазда бірнеше стажировка өту дегеннің өзі, иә. Соған қол жеткізіп, содан өтіп, сөйтіп осы стажировкалардың туралы айтып берсең. Және бір сұрақ қоса салайыншы, неліктен осыншама көп стажировкаға бардың? Әрине. Бірінші сұрақ, негізі 3-ақ компания. Ол 7 стажировка деген более маркетабл нәрсе. Біреуге баратын кезде, 7 деп айтқан кезде ой қалады. Негізі 7 семестр. Әрбір семестр бөлек стажировка болып саналады, өйткені әрбір семестр үшін бөлек документ тапсыру керек. Сол үшін формально 7. Негізі шынымен көбінесе Америкада студенттер тек қана жазда интерншип жасайды. Өйткені жазда оқу жоқ, full time 40 сағат бойы жұмыс істей алады. Мен сіздің сұрағыңызға қайтып келген кезде оқуыма төлеуім керек болды. Сол үшін бір жерде программист болып жұмыс істеу жақсы төлейтін жұмыс, маған как раз тәжірибе керек. Сол екеуінің қосындысы, плюс маған Беркли басқа университеттерге қарағанда part-time жұмыс істеуге рұқсат береді. Part-time жұмыс деген аптасына 20 сағат жұмыс оқумен бірге алып жүруге болады. Мысалы менде 40 сағат болса, мен оқумен үлгермес едім. Сондықтан мен осыны білгеннен кейін, мен оны университет кезінде білдім ғой деймін, бірінші курста жүрген кезде. Бірінші жыл маған жұмыс істеуге болмайды. Өйткені бірінші жылдан кейін сізге SSN деген номер береді. Сол номерді алып қана сіз барып бір жерге жұмыс істей аласыз. Университетте емес жұмыс істей аласыз. Содан менің ең бірінші тәжірибем неде болды? Ipsy-да болды, жазда. 2019 жылдың жазы. Сол кезде бірінші стажировка болды. Одан кейін сол кісілермен келісіп, олар маған ұнап, менің жұмысым оларға ұнап, біз күзде және көктемде тағы да 2 стажировка өткіздік. Содан кейін Apple Watch болды. Содан кейін не болды? Apple-да Core Data деген команда бар. Сол жақта жұмыс істедім, ол туралы айтса болады. Содан кейін HBO Max 2 рет, қайдан Apple Watch, сонымен шаршадым. 3-ші курстан кейін 4-ші курста тек қана сабақ бердім, ол басқа жұмыс еді. Және софтвер интерншип жасамадым. Плюс ол кезде уже оқудың төлейтін ақшасы дайын болды. Алдыңғы интерншиптерден кейін. Сабақ бердім дегенде кімге сабақ бердің? Оны көрермендерге түсіндіре кетші, қалай студент сабақ береді? Негізі Берклиде Computer Science департаментта. Негізі бүкіл департаменттер, бірақ ең мықтысы CS деп ойлаймын. Ол TA деген концепт бар. Негізі tutor TA деген концепттер бар. Бұл кәдімгі оқушылар, студенттер, 2-ші, 3-ші курс, 4-ші курс, 1-ші курстер бар кейде. Олар профессорға көмектесіп, студенттерге сабақ береді. Неге? Өйткені, мысалы, мен сабақ берген курс, ол CS 61A деген курс еді. Ең бірінші компьютер сайенсқа енді қосып келген студенттер алатын курс. Кіріспе курс. Оны семестр сайын 1800 адамдай алады. Кейбір семестрді біз 2200 адамдай көрдік. Бірақ олар семестрдің соңына түседі, адамдар дроп жасайды, бірақ 1800-1500 де қалады соңында. Осындай көлемді көтеру жалғыз профессордың, 2 профессордың қолынан келмейді. Өйткені олар өздерінің ресерч жұмысы бар, зерттеулері бар. Басқа сабақ беру мүмкін, даже тек қана осы сабақты берсе де уақыттары жетпеуші еді. Сол үшін олар бірнеше студенттерді шақырады, осы курсты алған.
оларды үйретеді. Бөлек курстары бар, қалай сабақ беру деген, teaching computer science деген курс болған. Сондай курстарды бәрін алып сабақ береді. 30 адам сізге келеді, 2 сағат бойы оларға бір тема түсіндіресіз, есеп шығартасыз, тексересіз, баға қоясыз. Сонда сен оқып жүрсің, стажировка өтіп жүрсің, сонымен бірге сабақ беріп жүрсің. 3 сағат менің университетім. Сенің күніңде қанша сағат болды? 24 сағат болды ма, әлде одан көбірек болды ма? Одан жоқ, көбірек болған жоқ. Мен кішкене аз ұйықтайтын ол кезде. Содан кішкене ұтатын шығармын. Сөйтіп сабақ беріп жүрмін. Жаңа teaching assistant болған кезде немесе лекция беріп жүрген кезде өзің бір басқа сұхбатында айттың, студент балаларды кіріспе болғаннан кейін ең бірінші рет компьютер сайенс туралы айтқан кезде қызықтыра білу негізін өзіңе бір мақсатқа қойып, жаңа презентация бергеннің өзі ерекше жолмен жасалған, тек қана жай ғана мен істей салайын деген сияқты емес, ұйқысы қанбай жүр, стажировка өтіп жүр, жұмыс істеп, оқуын істеп жатыр. Соның өзінде бір махаббатпен істелінген жұмыс секілді. Тіпті сол презентация берудің өзі себебі әр студентті, сол жерде 1800-ден 2200 студенттер, соның әрбірінің ішінде бір от жанса деген сияқты бір мақсатпен, сол туралы айтып берсең. Кейбіреулеріне бірінші рет компьютер алып берді ата-анасы. Енді міне университетке түстің, міне компьютер деген сияқты. Мен өз бірінші компьютерімді 10 жасымда ма, 11 жасымда көрдім. Оларға салыстырған кезде менің экспозжерім одан өте үлкен. Сондықтан осындай адамдарды жаңадан көру қызық. Және олардың осы саяхатын ең бірінші күннен бастап мүлдем ештеңе білмейді. Компьютерді енді қосып үйрендік кейбіреулері. Ең соңында біз Lisp деген программалау тілі бар. Сол тілге арналған, сол тілді түсінетін программа жазамыз. Сол дәрежеге жету саяхатын көру маған жыл сайын қызығады, семестр сайын қызығады. Және бұл тек қана сабақ беру деген, мен енді профессор емеспін, бірақ сабақ беру деген ол тек қана материалды жақсы білу емес, ол сен айтпақшы storytelling. Ол адамды, студентті қызықтыра білу, оның қазіргі жағдайын түсіне білу. Қазір не істеп жатыр, басқа қандай сабақтар бар, мектепті бітірген кезде қандай тәжірибемен келді, ойы қазір қай жерде. Профессор ол үшін мысалы өте жоғары жетімсіз бір фигура болуы мүмкін. Мысалы мен енді программалауды бұрыннан бері білетіннен кейін университетке осы курсты алған кезде маған бәрі более-менее түсінікті еді. Ал оларға бәрі жаңадан, мына кісі менен көп біледі, Берклиде сіз 1800 студенттің ортасында жоғалып қалу өте оңай, жалғыз қалып қалу оңай. Сондықтан кішкене күлкілі қылдырып, шоу ретінде сабақ берген маған, мен өзім сондай дискашнға барсам маған қызық болар еді. Мен кішкене сабақтың стрессінен осы кісі арқылы шығушы едім деген сияқты оймен сабақ берген маған, менде сондай мақсат еді. Мүмкін біздің аудитория көп біле бермейтін шығар, Беркли туралы бір-екі сөз айтып кетейін деп отырмын. Ол осы Кремний алқабында 2 ірі университет болса, аты әлемге белгілі, біреу Стэнфорд, біреу Беркли. Және Беркли университетінің бір ерекшелігі ол компьютер ғылымдарын өте жақсы сабақ береді. Яғни программистерді, инженерлерді өте жақсы дайындайтын іргелі оқу орны, және көптеген жылдар бойы әлемдегі үздік public university, мемлекет қаржыландыратын әлемдегі үздік университет болып аталып жүрді Беркли. Сен оқыған жылдарда солай болды ау деймін. Ал жалпы жекеменшік университеттердің салыстырған кезде де бірінші үштік демей ақ қояйын, 4-тік 5-тікке кіріп жүрген кездері болды. Қазір қалай екенін білмеймін. Яғни өте бір сондай беделді, мәртебелі оқу орны. Оған сен түстің Қазақстаннан мектеп бітіріп. Қазақстанда қай мектепті бітірдің? Және жаңа оның ақысын төлеу керек дедің, оқу қанша тұрды, соны айтып кетесің бе? Қаншалықты қымбат Берклиде оқу? Ойдан ешқашан кетпейді бұл. Мен физмат бітірдім, РФМШ. Алматыдағы, республикалық физика математика мектебі. Мен физматқа 9-шы сыныпта түстім, 2014 жыл. 2017-те бітірдім. Сол кезде 2016-17 кезінде университетке түсем деген мақсатым сол кезде пісіп жетілді. Бірақ дайындалуым соншама төмен болды. Тапсырам деп, әйтеуір тапсыратын жеріне тапсырып, ешқайда түспей қалдым 11-ші кластың соңында.
Бірақ мен сол жылы мектепті үздік түлек ретінде бітірдім да. Ата-анама түсініксіз болды. Мен балам үздік түлек, бірақ университет жоқ деген сияқты. Бірақ мен қайтпай 1 жыл бойы дайындалдым. Гапьер деп аталады қазір. 1 жыл бойы дайындалып, қайтадан тапсырдым. Сол кезде одан көбірек университеттерге тапсырдым. 11 университетке тапсырдым ғой деймін. Соның түскен біреуі Беркли болды. Бағасы қымбат еді Беркли. Беркли негізі бүкіл dorm, общежитие, жатақханасын қосқанда, оқуын қосқанда, кітаптарын, тамағын бәрін қосқанда 60 мың шығушы еді. Жылына 60 мың. Жылына 60 мың шығушы еді. Доллар. Сондықтан мен бірден жатақханадан бас тарттым. Өйткені жатақхана тым қымбат болды. Және сол бағасына тұрмайтын деп ойлайтын. Not worth it деп айтайын деп едім. Тауып алдым ғой, тұрмайды деп. Кітаптарын алмайтын болдым. Бәрі интернетте бар. Тамағын өзім жасаймын, немесе өзім бір жерде ішемін деп айттым. Сөйтіп оның бәрі кетіп қалды. Содан тек қана оқудың бағасы 44 мың қалды. Өте үлкен. Тек қана 44 мың доллар. Тек қана 44 мың, иә. Ол семестріне сол 22 мың бір нәрсе еді, 44 мың бір нәрсе, ұмытып қалдым. Семестріне сол 22 мың еді. Мен келесі жасаған шаг ол біз төлемді әрбір айға бөлдік. Сондай payment plan дегені бар еді. Бірден төлемей, негізі студенттер бәрі бірден төлейді. Мен ай сайын төлеп тұратын болдым. Содан мен Берклиға келмей тұрып, Берклиға ғана бара алам деген, өйткені басқа университеттер маған ұнамады, немесе бағасы бірдей болды. Сол үшін мен енді барсам онда Берклиға барайын дедім. Содан мен бір 2 ай бойыма университетімнің оқуыма спонсор іздедім. Қазақстанда бірнеше фондтарға хат жаздым. Ол кезде болашақ жоқ. Негізі көбінесе сондай гранттарды немесе көмекті магистранттарға беретін. Мен енді бакалаврға іздедім. Сол кезде негізі кішкене мен қатты уайымдадым. Өйткені бірінші маған мен өзімді сатуым керекпін ғой. Өзімнің білімімді, менің оқуымды қажыландырсаңдар, мен осындай нәрселер заттар істеймін деген сияқты айту керек қой. Ең бірінші сұрақ, неге сен Стэнфордта оқымайсың, неге сен Гарвардта оқымайсың? Менің жауабым, мен Гарвардқа Стэнфордқа түспедім деген жауап еді. Ол жауап көп адамға ұнамады. Сондықтан негізі кішкене менің процесім толықтай ойланған дұрыс процесс деп айта алмаймын. Финансированияның негізі басында іздейді, соңында емес. Содан менде не болды? Google Sheet таблица болды. Әрбір барған жерімді сол жаққа салып отыратын. Және маған ақша бір нәрсе берем десе жасылға бояп, жоқ десе қызылға бояйтын. Соңында толықтай қызыл болды. Ешқай жерден табылмадық. Содан ата-анамның жиып тергенін, ол кісілердің бір достарынан қарыз алып, айтып жинап 1 жылға ақша берді. Содан 1 жылға оқуға кеттім. Егер ұнамағаса кетіп қаламын. Бірақ енді осыға дейін үйдің бәрінің басын ауыртып жүрген мен ғой. Америкаға түсем, шетелге кетем, сендер мен білмейсіңдер. Мен мықтымын. Мен оқуым керекпін деп. Сондай энергиямен келатып, енді кетер алдында энергиям осы ақшаны іздеймін деп қатты түсіп кетті. Бірақ сол ата-анамның арқасында ол кісілер түсініп, осы бұрыннан бері осыны мақсат қойып жүрген, армандап жүрген баламыз барсын деп. Сондықтан бұл көбінесе ата-анамның жетістігі. Университетке келгеннен кейін бірнеше ай бойда қайтып кеткім келді. Өйткені негізі осыға дейін шетелде болмағам. Мен болған жер Қазақстан және Калифорния. Сондықтан бірінші келгенде осы жердің өмірін басында түсініспеушілік болып, содан кейін менде waitlist болып түскеннен кейін мен Fall Program for Freshmen деген бір бөлек программа болды. Бұның ең бастысы мен компьютер сайенс курс аламайтын бірінші семестрде. Сондықтан мен сонда семестріне 22 мың төлеймін, компьютер сайенс курс аламаймын. Компьютер сайенс курс аламасам, онда мен most likely, скорее всего, жазда стажировка жасаймын. Сонда мен неғып келдім. Не істеп жүрмін? Осы ақшаның бәрін төлеп, кір қалада не істеп жүрмін.
қалада мен маған Алматының тазарақ болып көрінеді несі көшелері. Сонда кішкене disappointment болды. Не істерімді білмей. қазір бір әңгіме айтамын, сен сөзін аяқтап алса Қарсы. қалада деген. Сөйтіп ата-анам қалды, осыны до конца аяқта деді. Содан қалдым, біраз шайқасып жүріп өзіме компьютер сайенс курс қосып алдым. Біреу емес, екеу даже. Содан мен кішкене тезірек оқи бастадым сабақты, басқа студенттерге қараған кезде. Және айтып стажировка да пайда болды келесі жазға. Содан жолдан таймай әйтеуір ары бері жүріп оқу болып кетті. Стажировканың ақшасы оқуының ақысына жетті. Толықтай емес. Басында екінші курсқа дайындадық. Мысалы тамақты және квартирамды бәрін атамды дейді. Қазақстанда университетте стажировкада университетте оқығанда стажировка барғанда ақша төлей ма? Сен стажировкада ақша алдың ба, зарплата? Әртүрлі болып жатады. Жаңа teaching assistant болмадым, бірақ бір профессормен жұмыс істеген кезде ол тегін болды. Тегін жұмыс істедің? Тегін жұмыстар болады. Қазақстанда ондай көп қиыншылық болмағаннан кейін, грантқа түсіп жатқаннан кейін, ондай ақшаның жайын ойламайсың да. Сондықтан мен ойымша жай ғана бір қағаз үшін істейтін сәттер көп. Мен айтқым келіп отырғаны сол, Қазақстанда стажировка десе негізі тегін жұмыс істе дейді ғой. Өзіміз тегін жұмыс істедік университетте оқыған кезде, бұдан бәленбай жыл бұрын. Жаңа Кірғала дегенге байланысты. Беркли ол Кремний алқабының солтүстік жағында, солтүстік шығыс жағында ма орналасқан, иә? Ол қала жаңағы көп үй жоқ адамдар тұратын жер, мысалға Кір дегенде көшелерде қоқыс шашылып жатуы мүмкін, жаңағы палаткада адамдар тұрып жатуы мүмкін. Дұрыс қой, иә? И жаңағы мен өзім бакалавриатта оқыған жоқпын, магистратурада оқыдым журналистика мектебінде. Және журналистика мектебінің қасында жаңағы тамақ ішетін дәмханалар бар, обед кезінде барып ішетінбіз. Сол кезде келгеннен кейін жаңағы барлық студенттер бар, оқытушы профессорларымыз бар, бәріміз тамақ ішейік деп барамыз. Барсақ жаңағы жерге отырғың келмейді де, тамақ ішетін жерлерге. Кәдімгі кампустың қасындағы 10 метр жердегі кафелер ғой. Астанада тұратын адамдар біледі, Алматыны білмеймін, Астанада Артем деген базар бар. Сол Артемнің базарында 90-шы жылдары қандай кафелер болды жаңағы. Шаурма сататын, жаңағы кір-кір, дастарханы кір-кір сондай жерлер болады ғой, шыбындар ұшып жүретін. Сондай жер сияқты болатын жаңағы жерге барып. Сонда мен қатты қалатынмын. Мына кісілер Алматы, Астана, Қазақстанға келіп тамақ ішіп көрсе ғой, бұндай кафені жеркеніп бармайтын еді. Қазір профессор, декандарымыз сол жерде рахаттанып тамақ ішіп тұрады. Содан кейін үйрендім мен де. Күлкім келіп кетті, жаңа есіме түсіп кеткен ғой. Сол сөйтіп, мен енді физматта оқыған кезде интернатта тұрғам, бірақ оған қарамастан ата-анамның қолында өстім. Сондықтан осындай жерге келіп, соншама ақша төлеп, басында компьютер сайенс курс аламай, лас жерде тамақ ішіп, соның бәрін маған түсініксіз не үшін деген сияқты. Бірақ содан болып кетті бәрі. Америкада жақсының да, жаманның да шеттерін көресің дейді, ол кеңірек екен бізде, себебі Қазақстанда бәрі бір түзу секілді. Жаманның өзі соншалықты қорқынышты емес. Бұл жерде мүлдем басқаша. Шынымен де культурный шок болады, біраз нәрсені үйренбей, көрмей, білмей, қиындау болып жатады екен. Сен оған қарамастан ол кезде жассың, мектепті енді бітірдің, енді келдің. Енді менің сұрағым бұл жерде кішкене тағы бір шаг артқа жасасақ, Америкадағы оқу туралы арман қалай пайда болды? Не көрдің, не оқыдың, қандай сол арман ішінде пайда болып, соны сұрай бастадың? Арман 10-шы класстың соңында пайда бола бастады. Өйткені бәрі университетке түсеміз деген жаңа мақсат пайда болды. Оқу біткеннен, мектептің оқу біткеннен кейін ары қарай тағы бір нәрсе бар деген ой пайда бола бастады. Бәрі бір-бірлерінен қандай университетке түсесің, ары қарай не істейсің деген сұрақтар қоя бастады. Мен физматта оқыдым, сондықтан көбісі еліміздің жақсы университеттеріне баратын, Назарбаев университетке баратын. Бәрі сондай шешім қабылдап жүрген кезде кейбір балаларымыз шетелге барамыз деп ой салды. Сол кезде мен де өзіме сол сұрақты қоя бастадым. Мен қайда барамын да. Мен ол кезде нешедемін? 15-темін ба? 15-темін. Сондықтан максимализм жанып тұр. Онда университетке баратын болсақ, ең жақсы университетке барамын да.
ең жақсы университет қандай мен білмеймін. Содан барып Google-ға кіріп жазсам компьютер сайенстан ең жақсы университеттер қандай, сөйтсем сол Стэнфорд екен. Стэнфорд туралы естідім, Гарвард шықты, Берклиді мен сол кезде бірінші рет естідім. Негізі мен көп жерде айтпадым ғой деймін, Железный человек, Iron Man деген не бар, фильм бар 2008 жылы Marvel шығарған. Сол кино негізі мені информатикамен, программалаумен айналысуға шабыттандырды деп айтса болады. Сол кинода негізі бір сценасында Беркли деп айтады, университет туралы айтады. Солай ма? Мен сол сөзді естіген кезде мен бұл киноны осыға дейін 20 рет, 10 рет көрген шығармын. Сол сөзді естіген кезде мен ешқашан түсінбейтінмін, не айтты деп ше. Бірінші рет 8 жасымда көрдім ғой деймін. Киноның жартысын түсінбеген шығармын. Бірақ сол сцена есімде, сол сценада Беркли деп айтады. Ол Беркли деген не ол? Өйткені екі университеттің аты да, біреуі Браун университеті, біреуі Беркли. Браунды мен білетінмін, Беркли білмейтін вообще не екен. Содан соңында иронично Берклиға келдім. Содан Google енді айтты, осындай университеттердің тізімі бар, MIT болды соның ішінде. Онда мен айттым, болды, онда осы университеттерге тапсырамыз, ол үшін не керек? Сол моменттен басталды. Бұл 10-шы класстың соңғы еді. 2016 жылдың жазы, 17 жылдың, 16 жылдың жазы еді ғой. Негізі мен оған дейін ағылшыным жақсы еді, бірақ оны ары қарай күшейту үшін курстарға барып бастадым, ата-анама барып айтып бастадым, осындай шетелге барамын, оқимын, анау-мынау деп. Университетке түсетін бүкіл не болды, тізім болды, документтердің, істейтін нәрселердің бәрін. Соны ақырындап бір-бірлеп оқиып істей бастадым. Несі бар, SAT-лары бар, тесттары бар, эсселері бар, тапсыратын университеттердің өзінің документтері бар, соны барып оқи бастадым. Менің қателігім ол, мен осыны оқып жүріп тапсырып жүрдім. Сол үшін мен көп кішкентай әртүрлі тайминг бойынша қателер жіберіп бастадым. Бірақ әйтеуір соңында 5 университетке тапсырдым, 3 қайсысына түспедім. Бірақ сол кезде сол арман пайда болды. Және мен де қазір ойлаймын, мысалы, неге бұл соншама мықты арман болды? Аш барып, ақылы оқуды барып оқып, жетістік өткізіп, не деген қай жерден пайда болды деп, негізі өзім әлі таңғаламын. Өзімнің күшім деп айта алмаймын ғой, арманның күші. Бірақ енді кішкентай кезімде сол кинолар көріп, YouTube көріп, интернет көріп, бір тұлғалардың суреттерін көріп, осылар сияқты болғым келеді деп айтсам, олар бәрі басқа бір әлемде өмір сүретін сияқты да. Менің әлеміме ешқалай кездеспейтін әлем. Сондықтан мен сол әлемге жетудің жолын жылдамдатыру менің мақсатым болды. Сол әлемге тез жетейін, сол әлемде жұмыс істеп көрейін, бір істеп көрейін деген сияқты. Қашанға дейін жүре беремін армандап. Сол күш шығар. Осы басқа әлемді және өзінің әлемнің екенін кездестіремін деген мақсатпен. Отбасың туралы айтып кетесің ба? Өйткені мысалға сенің мінезіңді көріп тұрдық та бұл жерде. 17 жасында, 18 жасында Қазақстаннан ешқайда шықпай, бірден Америкаға келу, онда ақылы оқу, және сол ақылы оқудың ақшасын жабу үшін барлық жерде жұмыс жасау, сабақ оқу, яғни сенің мінезіңнің қайсарлығын көріп тұрмыз да, қадалған жерден қан алады деп айтады ғой, меніңше сенде сондай мінез бар сияқты. Және мен сенің мамаңды танимын, Сабира апайды, өте құрметтеймін. Меніңше сенің өміріңде мамаң мен папаңның алатын рөлі үлкен әрине. Солар туралы айтып кетсең, оларды қай жерде жұмыс жасады, үйде қанша баласыңдар, сен нешінші баласың, кішкентайыңнан осы мінез сенде қалай дамыды, қалыптасты? Әрине. Бәрі ата-анамнан басталады. Кез келген жетістікті жолмен жүріп жатса, ата-анаға қайтып келе береді. Менің ата-анам қазір пенсияда жұмыс істемейді, бірақ екеуі де өте жұмыскер адам, сондықтан әлі жұмыс істеп жүр негізі формальный пенсияда. Ол кісілер, әкем өмір бойы неде жұмыс істеген, қоғам үшін жұмыс істеген, public service. Мамам өмір бойы мұғалім еді. Папаң мемлекеттік қызметте? Мемлекеттік қызметте, иә. Кім бол? Ол кісі... Ауылдың әкімінің баласы болып шықпашы соңында? Ауылдың әкімінің баласы? Жоқ.
бірақ қай ауыл соны бәрін айтып кет, иә. Қай облыс? Өтеген Батыр. Мен сол Іле ауданы Өтеген Батыр кентінде туылдым. Ол Алматы облысы ма? Алматы облысы, иә. Қаладан бір сағат өте шығар, одан аз шығар. Сол жерде туылдым. Менің әкем сол жерде акиматта жұмыс істейтін. Әкім емес точно. Әкімнің орынбасары ғана. Әкімнің орынбасары ғой деймін, да. Бәсе айттым ғой. Иә. Содан мамам сол мектептегі неде жұмыс істеді. Сол ауылдағы мектепте мұғалім болып жұмыс істеді. Қай сабақтан сабақты? Мамам бірнеше түрлі сабақтардан берді, негізі бүкіл карьерасы бойынша. Бірақ ең ұзақ өзінің шығарған арнайы пәні болды. Қазақша АКМ, әлем көркем мәдениеті, орысша МХК, мировая художественная культура. Менің мектептегі ең сүйікті факультативім сондай болған. Менің ең сүйікті мұғалімім берген. Сен мамаң содан бердің бе? Мамам соқтан берді, иә. Ол кісі Қазақстанда негізі осы сабақтан ең бірінші адам еді. Осы сабақты ең бірінші адамдардың бірі. Осы сабақты беріп бастаған. Мен кішкентай едім ол кезде. Әлі есімде, мамам интернет пайда болғаннан кейін бірнеше ресурстардан материалдар жинап, орысша, көбінесе бәрі орысша еді, соны орысшадан қазақшаға аударып, өзіне келтіріп, өзінің оқушыларына келтіріп сабақ беретін. Мен осының бәрін көрдім. Сол кезде мен мысалы ренессанс деген сияқты сөздер мен үшін жаңа сөздер емес еді. Өйткені мен соларды 8 жасында 9 жасында үйреніп бастадым. Мамамның қасында жүргеннен кейін. Негізі мамам, әкем де андай сабақ, оқу, білім дегендерге өте құштар адамдар еді. Сондықтан бұл сезімді маған да берді. Мен үйде 4 баламыз. 3 әпкем бар, 3 тәтем бар. Мен ең соңғы ұл. Сондықтан мен үйде негізі және мен негізі мен және ең кіші тәтемнің арамызда 13 жыл айырмашылық бар. Сені қай жасында босанғансың мамаң папаң? 42, 45. Кенже, тәтті кенже. Кенжесімен, иә. Сондықтан үйде барын да, жоғын да бәрін мен алдым. Өйткені ол кезде ең кішкентай тәтем 13-те болды, қалғандар үлкенірек. Сондықтан ата-анамның бүкіл фокусы бәрі менде болды. Өйткені қыздар үлкен болды. Қыздардың да фокусы менде болды. Сондықтан сондай толық бір қамқоршылықта, білімге деген құштарлықта өстім. Үйде кітап көп еді. Білмеймін неге екен. Үлкен энциклопедиялар көп болатын үйде. Соларды оқып бастадым кішкентай кезімде. Бұның бәрі менің мамамның немесе папамның айтып берген несі. Мен білмеймін ретроспективада. Өзім не көргенімді білмеймін. Маған айтады, кішкентай кезінен бастап сен білімге құштар болдың, оқуың келді, өзің кітаптар оқыдың, 3 жасыңда өзің кітап оқып үйреніп алдың деп айтады. Мен енді қаншалықты дұрыс екенін білмеймін, шындық екенін білмеймін, бірақ маған мен сенемін, ондай балдар болады. Содан сөйтіп өстім. Сол ауылда оқыдым басында. Содан 9 классқа жетіп барған кезде, оған дейін мысалы мен 5 класстан бастап Василий Сербин деген кісі болды, МУИТта сабақ берді, кстати. Сол кісімен бірге ғылыми жобаларға қатысып бастадым. Негізі менің мамам үшін ол кісі енді мұғалім болғаннан кейін бүкіл мұғалімдік системаны, білім системасын бәрін жақсы білетін, математика, ағылшын деген заттарды кішкентай кезімнен бастап басыма құя бастады. Мен ағылшын курсына бірінші рет 11 жасымда бардым ғой деймін. Өте дұрыс инвестиция. Кішкентай кезінен бастап ағылшынмен бірге өстім. Математика қосымшаларына, физика, сондай білімді болсын деп бүкіл күштерін салды. Содан сөйтіп оқып жүріп, 8 класс бітіріп жатқан кезде ата-анам сен өзің шештің деп айтады. Мен сіздер шештіңіздер, мен 8 класста ондай шешім қабылдамаймын деп. Ол кісілер барып қалада мектепте, жақсы мектепте барып оқыған дұрыс деп шешім қабылдады. Сонда біз бірнеше жерге тапсырдық, нишқа тапсырдық, КТЛ-ге тапсырдық. Сол кезде ништің дедлайны өтіп кетті ғой деймін. КТЛ-ның да дедлайны өтіп кетті. Негізі тек қана РМШ қалды сол кезде. Содан РМШ-ға тапсырдық, түстік. Бұл жерде жаңағы осындай
ортада өскеннен кейін ата ананың тәрбиесін алғаннан кейін арманда да шектеу болмаған секілді, иә. Сол себепті де неге әлемнің ең биік иә, дұрыс айтасың. Жақсы ой. Кішкентай кезден бастап енді не сұрасаң бере береді. Сол үшін менде бүкіл ойыншықтар болды ғой, оның бәрін сынып шықтым мен. Сенің папаңды танымаймын, бірақ мамаңды танитын болғандықтан, жаңағы қайсарлық және мақсатқа ұмтылу сенің мамаңның бойында бар сияқты. Және ол сенің мамаңнан келген сияқты, менің білуімше. Иә? Яғни ол кісі енді мықты кісі, өйткені Берклиде оқып жүргенде енді 3-4 ай сайын ба арқалап, қазысын, етін арқалап, соғымын арқалап, Қазақстаннан келіп, Ерсұлтанға келіп тамақ пісіріп, қасында жатып, сондай көп қамқорлық, сондай көп сүйіспеншілік және кішкентай баласына деген сенім және батылдық кез келген ананың қолынан келе бермейді. Қазақстанда аналар, барлық жерде аналар қорқады ғой, балам алысқа кетеді, жас, ол қандай компанияға тап болады, не істейді деп. Жоқ, оның барлығын көзін жұмып қойып, Ерсұлтанға сенді, сенімін берді және Ерсұлтан ол сенімді ақтап шықты. Apple компаниясы туралы жаңа аяқтамай кеттік. Сонымен сен университет бітіргеннен кейін Apple компаниясына сені бірден қол аяғын көтеріп жұмысқа алып алды, иә? Қайда барам деп ойлағанда жоқсың да? Apple'да мен осы 2 стажировка өткеннен кейін full таймға қайтып келу маған оңай болды. Иә. Есігін теуіп ашып кірдің Apple компаниясына. Совсем теуіп кірдім. Енді бәрі таныс. Иә, бәрі таныс болды, мені білді, олар мен оларды білдім. Сол жерде 2 жыл жұмыс істедің. Сол жердегі жұмысыңның ең басты жобаларын айтасыз кетші. Мүмкін қазір біз қолданып жүрген бәріміз Apple компаниясы, бәріміз демей қойын, көбіміз Apple компаниясының компьютері бар, немесе iPad бар, қолымызда телефонымыз бар. Мүмкін біз қолданып жүрген шығармыз, ар жағында сен тұрған шығарсың, білмеймін. Қайсысы, иә? Мен 2 жыл бойы мен Special Projects Group деген командада жұмыс істедім. Олар зерттеулермен айналысатын. Apple'дың 5-10 жылға алдын ала бір проекттерді ойлап, тоже максималисттер еді. Осындай қиын заттарды қазірден бастап жасап бастайық деп. Мен жұмыс істеген жобалардың бірі және қазір сөйлей алатын шыққан жобалардың бірі ол Vehicle Motion Cues деп аталады. Қазақшасын бір жерден аудармасын көргенмін. Vehicle Motion деген ол көлік қозғалысы деп айта алам ба? Иә, көлік қозғалысының Cues дейсің ба? жиектері ма, біресе деп айтатын қазақша, есімде жоқ. Концепт былай, сіз телефон немесе iPad осы 2 құрылғы үшін сіз кез келген мысалы машинаға отырасыз, көлікке отырасыз, пассажир ретінде, таксиге мысалы. Және сіз телефоныңызға қарағаныңызда сіздің жүрегіңіз айныса, осы құрылғыны қосып, телефоныңызды ары қарай өзіңіз отыра берсеңіз болады, және сіздің жүрегіңіз айнымайды. Приложение ма? Ол App Store-ға барып скачать етіп алуым керек пе? Жоқ, ол телефонның ішіне қосылған. Менікі ескі телефон, менде жоқ шығар. Сіздікі қандай қазір? Білмеймін, ескі 11-ші модель. 11-ге iOS 18 жоқ қой. Иә, айттым ғой, мен. Сенде бар ма? Қалай қосамыз сені? Latest не ма? Қазір көрсетем. Show Vehicle Motion Cues дейді. Мәссаған. Басасың, on деп қосасың, екеуінен точкалар пайда болады. Осындай нүктелер пайда болады. Бұл нүктелер машина жылжыған кезде, мысалы сен жай отыра бересің. Мен шығып кеттім. Осылай өзің өз жұмысын жасап отыра бересің. Нүктелер осылай жылжиды. Машина бұрылған кезде машинаның жылжуына, қозғалысына қарама-қарсы қозғалыс көрсетеді. Сол арқылы негізі теориясы бар, тоже айтып бере аламын. Адамның жүрегі айнымайды. Азырақ қайнайды. Осыны сен жасадың? Иә. Оны былай өшіріп қосылды. Мен кішкентай кезімде жүрегім айнайтын. 10 жасқа дейін. Көлікте жүрген кезде жүрегім айнайды. Менікі сол әлі жүрегім айнайды. Сол үшін мен тоже осы жоба негізі скрин рекординг жасап жіберерсің маған. Содан кейін өзім үшін жасадым деп айтсам болады. Бұл жаңа жоба. Өзің үшін жасадым дегенде ол идея сенікі ме сонда? Саған айтқан жоқ па осы? Менікі деп айта алмаймын. Осыға дейін организация негізі motion comfort туралы ойлап жүрген еді. Және бұл идея, және идеяның осыны жасаймыз, осыған күш кетіру керек. Примерно осылай осындай бірнеше жолдары бар, шешімдері бар деген ой организацияда уже бар еді сол жақтағы адамдардың. Мен қосылған кезде мен осыған дейін сол SPG-да бір проектті бітірдім.
ол проект бітіргеннен кейін енді мен енді компанияға келген ештеңе әлі дұрыстап көрмеген full time енді бірінші жұмысы маған өз жауапкершілігіме алатын проект керек болды. Сондықтан мен осыға дейін бір жұмыс істеген көмектесіп жүрген бір проектті аяқтап, оны менеджеріме көрсетіп, сол кісіден рұқсат сұрадым. Маған осы motion comfort тема қызық. Негізі комфортпен айналысатын проекттер. Сізбен жұмыс істесем бола ма? Осы проектті маған бересіз ба деген сияқты. Өйткені мен білдім, оған дейін менің жүрегім айниды. Егер осы мәселені технология арқылы шешуге болса, мен басында даже сенбейтін. Технология арқылы бұндай проблеманы шешуге бола ма, болмай ма деген сияқты. Сол маған қызық болды. Және осымен айналысып жүрген командамен сөйлескен кезде оларда осындай бірнеше идеялар бар екенін білдім. Сондықтан маған осы мен өзімде проблемам бар. Бұндай проблема бар адамдарды мен тағы білем. Қызық, жаңа, ешкім жасамаған осыған дейін. Және софтвер жағынан мен жауапкершілік алғам. Осы үшеуінің қосындысы маған осы проектті өте қызықты болып көрсетті. Содан менеджерінен рұқсат сұрап, ол кісі рұқсатын берді. Осы проектінікі бүкіл документтерін берді, оқыды. Содан бірінші басында біраз уақыт бойы мәселені зерттедік. Негізі motion sickness, жүрек айну феномені бір теориясы ол sensory conflict деп аталады. Сенсорлық конфликт. Сіз неге мысалы кішкентай кезімде ата-анамыз бізге машинада келе жатқан кезде алдыға қара деп айтады. Өйткені машина қозғалып келе жатқан кезде сіздің вестибуляр системаңыз көздерден және құлағыңыздан тұрады. Екеуі бірге синхронизацияда жұмыс істеу керек. Егер екеуінің біреуі қалып қалса, сіздің денеңіз теорияның айтуы бойынша сіздің денеңіз айтады, менің организмде не бар, у бар, уды шығару керек. Сосын жүрегі адам жүрегі айниды. Өйткені сол у бар екеннен кейін менің көзім және құлағым екі түрлі нәрсе көрсетіп жатыр. Соны уды шыққан кезде екеуі жөнделеді деген сияқты ой ғой. Ал көлікте енді сіз мысалы неге жүргізушінің жүрегі айнымайды? Өйткені ол үнемі жолға қарап отырады және ол сол жылжуды контрольда отырған сол кісі. Және ол кісі алдын ала біледі, мен қазір мына жақта боламын деген сияқты. Алдында отырған адам контроль жасай алмайды, бірақ ол үнемі алдыға қарап отырғаннан кейін ол да біледі. Артында отырып, оның үстіне телефонмен отырса, сонда жүрегі айниды. Кітап оқыса. Мен қазір жүрегім айнып кетті дейсің. Негізі теория сол жақта. Сондықтан біз сол теорияны алдық. Сол теорияның онда шешімі қандай? Шешімі, егер сіз девайста бір контентке қарап отырған кезде, сол контент қарап отырған кезде жолда болып жатқан бір ақпаратты сізге көрсете аламыз ба деген идея ғой. Өйткені сол визуалдық ақпаратты сізге жеткізе алсақ, сіздің жүрегіңіз айнымау керек. Өйткені сіз жолға қарап отқандай боласыз. Негізі үлкен идея осы. Және негізі софтвер проекттерде бұндай түсініксіз мәселелер аз болады. Өйткені бұл енді мен сіздерге мысалы мәселені түсіндіріп бердім, бұны қалай шешеміз, оған технология қалай көмектеседі, мен не жасаймын бүгін, ертең не жасаймын, біз оны қалай өлшейміз, қалай ол адамдарға көмектеседі, бұндай сұрақтардың бәрі жауапсыз болды басында. Сондықтан менің ойымша, мен жаңа саған көрсеткен менюді де мен жасадым мысалы, бірақ менің ойымша осы қосымшаны жасаудың ең үлкен қосқан үлесім ол біз бір система жасадық. Сол система арқылы біз өте көп идея мен концепттарды тексере алдық. Өйткені бұны мысалы сіз көлікке отырып жүрегіңіз айниды. Мысалы біз бір шешім жасаймыз, сізге береміз, сіздің жүрегіңіз айниды. Не істейміз? Оны сіз қашан жүрегіңіз айниды? Неге жүрегіңіз айниды? Ешкім білмейді. Ешкім өлшей алмайды. Мен не өзгертемін? Нүкте арқылы жасасақ, нүктелерді үлкейтем бе, кішірейтем бе? Сондықтан бізге сондай бір жүйе керек болды, біздің эксперименттарды бір векторға апаратын. Сондықтан сол системаның басын құраған мен маған өте қызық болды. Мен сол кезде сондай системаларды кітап оқып жүрген. Сондықтан бір уақыт келіп қалды сол кезде. Соның бірінші прототипін
2 аптаның ішінде ма жасадым, 1 аптаның ішінде жасадым даже. Көрсеттім. Негізі осы жолмен барған дұрыс деп бәріміз шештік. Содан бәріміз эксперимент жасай бастадық. Осы бірнеше идеялармен, визуалдық идеялармен, олардың тез жылжиды, ақырын жылжиды, қандай алгоритм дұрыс деген сияқты. Және әркімде жаңа идея, ой пайда болғаннан кейін сол ойды жаңа жүйеге қосып отырдық. Содан бәріміз өте көп эксперимент жасап шықтық, және олар өте тез болды. Соңында осы нүктелерге тоқтадық. И сол оға дейін біз соның нүктелер негізі визуалдық жол адамдарға көмектеседі деген шешім, conclusion, қорытындыға жетіп бастадық. Сол кезде келесі сұрақ, енді бұл визуалды қалай әдемі жасаймыз? Өйткені әдемілік негізі енді ол counterbalancing force, ол қарама-қайшы келеді эффективностьпен. Өйткені ең әдемі шешім ол ештеңке істемеу. Ешкім точка көргісі келмейді ме телефонында? Егер ештеңке болмай, сіздің жүрегіңіз айнымаса, ең жақсы әдемі шешім осы. Біз экраныңызға өте көп нәрсе салып бере аламыз, машинаның суретін салып бере аламыз, стрелкалар қойып бере аламыз. Сізге қатты көмектеседі, бірақ сіз ештеңке оқи алмайсыз, ештеңке көре алмайсыз, және телефоныңызды жек көріп кетесіз соңына дейін. Сондықтан осы екі күштің екеуін біріктіріп балансын табатын бір шешім керек болды. Сол шешім іздедік. Бұл да не көбінесе қалай айтады, не ол өнер ғой, бұл не емес, сайенс емес, бір ответі бар, оны таба алатындай. Соны бірнеше концепттарды тестке салып жүрдік, көп тест жасадық. Кейде жұмысқа жүрегім айтып келетін. Өйткені жұмыс істемей қалды, бүгінгі шешім жұмыс істемей қалды деп. Немесе үйге келгенде жүрегім айтып келетін. Бірақ сөйтіп көп жұмыс істедік, 4 адам болып жұмыс істедік, көп жұмыс істедік. Және ең соңында осыған тоқтадық. И азырақ уақыт қалған кезде, релизға жақынырақ уақыт алған кезде бізде бүкіл не болды, осы жұмыс істейді, бәрі дұрыс деген дизайн болды, дейта болды, бәрі жұмыс істейді деген. Енді бұны қосу ғана қалды. Меню жасау, несін панель управлениені тартсаң кнопка бар, соны басу, иконкасы қандай болады, текст қандай болады, қосу, өшу. Ең соңында біз нені қостық тағы да, automatic vehicle detection. Оны өзіңіз өшіріп қосаңыз болады, немесе автоматический способ бар, оны қоссаңыз iPhone машинадамын деп ойлаған кезде өзі қосылады. Және машинадан шығып кетіп жүре бастасаңыз өзі өшіп болады. Сонда тек қана машинада барды. Содан 2 жылда істеп Керемет, керемет. Бұл енді мысалға адам жүрегі тек қана машинада, көлікте айнымайды ғой. Қайыққа отырған кезде де жүрегі айнып жатады. Ондай кезде біз қайық үшін жасамадық. Қайық үшін жасамадық, тек қана сол үшін бүкіл рекламада, неде iPhone-ның өзінде де vehicle деп әдейі машинаның суретін салып қойдық сол үшін. Автобуста істейді. Автобуста. Ол да жақсы нәрсе. 2 жыл бойы істедік деп отырсың. Мен қосылғаннан бері. Apple компаниясында жұмыс істеудің қандай плюстары бар? Сіздерге мысалға Apple өнімдерін сатып алғанда үлкен дисконт бере ме? Қызығын айтшы сол жағын. Немесе офистағы атмосфера қандай? Қазақтың балалары көп па онда жұмыс істейді? Негізі мен басында стажировка жүрген кезде адамдар көп емес еді, соңында көбейе бастады. Қазір неше екенін білмеймін, оннан көп, точно оннан көп. Мен жүрген кезде 3-ге оқпайды. Ең басын стажировка жүрген кезде 3 ғана еді. Мен негізі перктарға, плюстарға жақсы адам емеспін негізі. Пайдаланған жоқсың ба? Көп қолданбадым, бірақ негізі не береді, дисконт береді. Қанша? Достарға 15% береді, ал не болсаңыз, өзіңізге 25% береді. Сен яғни MacBook'ты 25% жақсы ғой? Жылда конференциядан кейін Apple'да жұмыс істейтін достарымда бәрі ерсідағы 2 iPhone керек еді, Қазақстанға 5 лаптоп қанша рет алдық. Сол бәрінде сондай бенефит бар. Негізі Apple өте дизайнға қатты қарайтын культура, компания. Дизайн тек қана жұмысыңызда емес, араңызда жүрген офистің ішінде, офистің интерьері, экстерьері бәрі әдемі. Тағы не? Apple'да мысалы бәріне келетін бір культура жоқ.
әрбір команданың өзінің өз шешім қабылдайды, өте үлкен автономия. Интервьюларды қалай өткізеді, қандай адамдарды алады, қалай жұмыс істейді, тез жұмыс істейді, ақырын жұмыс істейді, бәрі. Негізі бір программ офис бар, бірақ командалар өздері шешеді. Сонысы маған қызық болды. Тамақ күшті. Қазір стартап тамақ жоқ. Өзіміз жасаймыз. Сондай заттар бар еді. Иә, негізі Apple енді не ғой? Стандартный Big Pack нелері, perk, бенефиттері, плюстары арқылы. Маған сол ең көп ұнағаны культурасы, дизайнға деген менде әр ішімде өмір бойы қалып қалатын сияқты. Дизайнға деген құрмет, еңбек. Және енді келесіде мысалы iOS деген енді тарихи операциялық жүйе ғой. Бүкіл бәрі әлемнің жартысынан көбі iPhone, немесе iPad қолданады. Сол жүйеге бір салып кеткен бөлігім бар деп сондай бір саяхатпен, историямен кетіп қалдым деген сияқты болады. Жаңағы Apple-дан ең жақсы жылы жерден жұмыстан шығып Бэй Эрияда тұрғаннан кейін, яғни Калифорнияда, жаңағы Mountain View, Palo Alto қалаларында тұрып жүріп, біз көретініміз көп жастардың жаңағы жігері жетіп тұрған кезде стартап ашып, өз ісімен айналысуы. Сенің қазіргі күнде Apple-дан жұмыстан шығып, өзіңнің стартапыңмен айналысып, сен және сенің партнерың бар, екі co-founder, Perceptis. Perceptis деп өзіміз. Басқа жігіт. Осы енді неге бұл шешімге келдің, және осы стартап компания немен айналысады, қандай проблеманы шешеді деген сияқты айтып берсең. Шешімнің бірнеше векторы бар, бірақ қосындысы бұл проект бітті, Motion Qs бітті, Motion Qs'ті шығарып жаттық. Мен релизден кейін кеттім, Apple анонс жасағаннан кейін. Қашан ол? Биыл ма? Майдың, осы жылдың 25-і, майдың 28-і. Сондай есімдер, жоқ, 17-сі шықты. Көктемнің соңында. Сондықтан мен үшін бұл сага аяқталды. Және мен шешім болды, мен Apple-да жаңа сага бастаймын, немесе өзімнің жұмысымды бастаймын. Apple-да мен түсіндім, андай жұмысым маған бәрі үлкен комфорт алып келе бастады. Мен өз жұмысымды білдім, мен өзім жүріп жаңа проект бастадым. Егер мен мысалы мен Apple-да қалсам, Motion Qs-ға қатысты жұмысты жалғастырушы едім. Маған бұның бәрі түсінікті болды да. Мен түсіне бастадым, маған жаңа саяхат керек, жаңа Беркли керек. Мен үшін үнемі менің ортам мені құрастырады. Ең басында ол үй болды, содан орта мектеп, содан кейін физмат, содан кейін Беркли, содан кейін Apple. Енді жаңа орта керек болды. Одан да қиынырақ орта керек болды. Бұл бір, екіншісі маған компанияны өзім бастау, оның культурасын, оның дизайнын, оның продуктын өзім жасау маған тым қызық болды, өткізіп алу үшін. Соншама сұрақтар. Негізі Motion Qs сондай проект болды, өйткені өзіміз көп нәрсені жасадық. Практически полностью дизайнын да, қалай жұмыс істейтінін, алгоритмін бәрін өзіміз жаздық. Сондай опытты қайталағым келді. Apple-да үлкен компания болғаннан кейін ондай опытты қайталау қиын. Сондықтан уақыт болып тұрған кезде өзімнің жұмысымды бастаған дұрыс деп шештім. Және ең соңғысы, бірақ ең маңыздысы, ол менің партнерім, co-founderым Әлібек, менің жақсы досым, Берклиде оқыған тоже. 6 жыл бойы танитын досым, менімен бірге жасағысы келді, немесе мені шақырып алды, to be accurate. Сондықтан сонымен бірге қайтадан жұмыс жасау мен үшін үлкен мәртебе болды. Сол мәртебеден, сол жаңа челлендждан қалмай, осыған бірге ілесіп жасайық деп, бұдан кетіп қалдым. Негізі тез шешім болған сияқты. Қазір өкінбейсің, иә? Өмірің жақсы бір жаңа тарау болып тұр ғой? Жаңа тарау басталып жатыр, бұйырса аман жүрсек тағы подкаст болады бұл жерде. Бірнеше жылдан кейін сөйтіп айтып отырамын, енді тарау мынандай деп. Сонымен Perceptis туралы айта салшы? Perceptis біз кіші, орта консалтинг бизнестер көмектесеміз. Оларға
олар үшін көбірек бизнес ұту үшін көмектесеміз. Негізі консалтинг деген не? Ол өзінің экспертизасын, білімін сататын адам ғой. Эксперт. Мысалы біз подкаст жазып жатырмыз. Егер мысалы біз 10 адаммен подкаст жазатын болатын болсақ, бізге ол үшін студия керек болса, біз студияны қалай құрастыратынын білмейміз. Бір жерде эксперт бар, өмір бойы подкасттардың студиясын құрастырып жүрген адам, біз оған барып, онымен келісеміз. Біз сізге ақша төлейміз, сіз бізге 2 ай бойы осы студияны құруға көмектесесіз. Сол кісі консультант. Ол кісілер енді өздері не ғой, өздері бизнес. Сондықтан олардың бірнеше клиенттері бар. Оларда көбінесе адам көп емес, штатта өздері ғана бар, немесе бір көмектесетін адамдар бар. Және олар өздерінің жұмысы, мысалы осы примерде подкаст студия жасау болатын болса, одан басқа бірнеше жұмыс жасау керек. Олар өздерінің бизнес учет, бухучет, кімге сатамын, ол клиенттерді қайдан табамын, олармен қалай келсем, бағаны қалай қойған дұрыс болады, ол кісілермен қандай документ толтырамын, налог қалай төлеймін. Жұмыс істегеннен кейін олар маған басқа достарын рекомендация жасай ма, жасамай ма. Сондай өзінің жұмысына мүлдем қатысы жоқ негізі. Подкаст студия құру деген жұмысты айтсақ, оған мүлдем қатысы жоқ. Бірнеше жұмысты атқару керек. Содан консалтинг компания көбірек клиент ала бастаған сайын, сондай өзінің жұмысына қатысы емес жұмыстың көлемі өсе бастайды. Біздің ойымызша соңғы LLM, Large Language Models, соңғы Generative AI, бұл мәселенің, бұл керек емес жұмыстың бәрін өзіне алып кете алады. Сонда соңында консалтинг фирма, қандай фирма болса, бизнес консалтинг, IT консалтинг, подкаст студия консалтинг, олар өз жұмысын ары қарай жалғастыра бере алады да, өзіне ұнайтын жұмыс жасай алады. Бірақ өзіне ұнайтын нәрсені жасаған сайын, олардың бизнесі ол үшін төмендемейді, өйткені оның бәрін AI, жасанды интеллект алып жүреді сол үшін. Біздің мақсатымыз сондай жүйені құру, және сол жүйе арқылы экономикалық польза value қалшы. Пайда алып келу экономикаға. Сол негізі үлкен миссия сондай. Бастағанымызға 7 ай болды. Майдан дер ма, 7 ай болды. Клиенттер бар ма? Бізде 6 клиент бар. 6 компания. Біздің бірге жұмыс істейді. Жақсылап жүріп жатырмыз. Клиенттеріміз аз. Сендер инвестиция тартқан жоқсыңдар, барлығын өз қаржыларыңа жасап жатсыңдар да? Өйткені тарттыңдар қанша инвестиция? Біз пресид раунд көтердік басында. Пресид деген ең басында мысалы идея бар, команда бар, ал продукт бар, немесе енді бітейін деп жатыр, сондай кезінде алатын инвестиция. Біз сонымен $500 000 көтердік сол кезде. $500,000 бар компанияда. Сосын? Ең бірінші инвестор The House Fund деген фонд болды. Ол фонд Берклиде орналасқан. Тек қана Берклиға қатысы бар, профессор болған, оқушы болған, студент болған студенттерге ақша салады. Выпускниктерге ақша салады. Сендердің преимуществоларың болды ғой. Біз екеуміз де радарға жақсы келдік. Сол кезден ақша көтердік. Содан кейін бізде seed round болды. Seed roundтың ақшасын немесе инвесторларын қазір айта алмаймын. Жақсы. Ол қанша ақшасын айта алмайсың. Командаларында қанша адам? 2-ң ғана ма әзірге? Біз қазір үшеуміз. Үшіншісі кім? Үшіншісі Алмаз деген жігіт, ол Қазақстанда біздің ең бірінші инженеріңіз. Жалақың сенің Apple компаниясындағыдан азырақ па, көбірек па? Әлі сондай? Жалақым менен азырақ. Азырақ, жақсы. Негізі былай жалпы алып қарайтын болсақ, мектеп кезінен шығар мүмкін, бірақ мектептен бітіре салып жаңа инфакториалға бардың. Сол кезде бастап сенің бірінші келген ойың, маған ұнамайтын жобамен айналыспаймын, ұнайтын жобамен ары қарай жалғасып, сонымен жұмыс атқарамын деген секілді. Сол ойды жаңа оқу кезінде де көруге болады, стажировкада да көруге болады, жұмыста да көруге болады, қазіргі күнде көруге болады. Бұл дегеніміз жаңа ішкі сыртқы мотивация деп айтып жатырмыз ғой. Сол кездегі ерте жастан бастап соның ішкі мотивацияның не екенін білу, көңіліңе жағатын жобалардың қайсы екенін сезіп білу, кішкене өзіңе уақыт беру, кейбір стажировкаларды болды, сен жай ғана күттің,
маған ұнайтын жоба қазір келетін шығар деген сияқты идеяларды күте білу деген сияқты осының бәрі қалай сенің табиғатыңда өзіңе тән нәрсе болып келе жатыр ма әлде оны кішкене дамыттың ба оған мән бердің ба? Ішкі компас арқылы шешім қабылдау білу менің әлі жетілдіріп келе жатқан скилл, машық. Сондықтан маған негізі сол софтвер компьютер сайенс жақтан осындай таңдаулар жасау өте оңай. Өйткені мен кішкентай кезімнен бастап осымен айналысып жүргеннен кейін 10 жасынан бастап мен мысалы интерфейс деген не екенін білмейтінмін кішкентай кезімде, бірақ мен 8 жасынан бастап неше түрлі машиналардың, роботтардың, банкоматтардың суретін салып жүретін үйде андай жазып тұратын банкомат келіп ақша алсаңыздар болады деп. Пульт маған сондай кнопкалар бар нәрселер ұнайтын. Бірнәрсеге басып бір нәрсе болады, немесе бір нәрсені тартсаң басқа нәрсе болады деген сияқты концепттер маған өте қатты қызық. Мен көретін мультиктер сол бәрі системаларға, роботтарға байланысты. Жобаларға қайтып келетін болсақ, мысалы Motion Cues маған Appleға келмей тұрып, сен телефон арқылы адамдардың жүрегін айнытпайсың деп айтса, мен таң қалып жүрдім. Мен сенбеуші едім. Сондықтан ол тек қана сізге сәйкес келетін жобаны күту ғана емес, ол бар нәрсені өзіңізге ұнайтындай қылдырып айналдырып көрсету деген сияқты маған Apple'да егер тек қана full time experience туралы сөйлесетін болсақ, сол ең маңызды бір қорытынды сияқты келді. Өйткені мен енді өмір бойы адамдардың жүрегін айнытпаймын деген сияқты ойда жүрген жоқпын. Қазір де мысалы кішкентай кезімде өмір бойы консалтингқа көңілсем деген ойда жоқ. Бірақ сіз кез келген нәрсемен айналысаңыздар да бір сол жұмысқа құрмет, сіз салатын еңбек, осы сіз жасап жатқан жобаны қолданатын адамға деген қамқоршылық. Сол идеялар ғой. Сіз не жасасаңыз да оған соншама қамқор салып тастауға болады. Ол не туралы болсын, консалтинг туралы болсын, Motion Cues болсын, сағат болсын. Өйткені бұл инструменттардың ең басты мақсаты ол адамдарға көмектесу, адамдардың өмірін жақсарту. Ал бұл тілді біз бұл программалардан да қарағанда одан да жоғарырақ тіл. Бұл тілді біз кез келген адам сөйлей алады. Мына біз жасаған отырған орындықтардың да біреу жасады ғой, микрофондарды біреу жасады. Сол сияқты маған ең бастысы сол сияқты, осы идея сияқты. Сондықтан мен осымен айналысам. Осы ақылды ой сенің басыңа қалай жас келді? Өйткені мен 40-қа жетіп енді түсініп жатырмын. Осы уақытқа дейін ең маңызды нәрселер ол бірінші өзінің ішкі түйсігіңе сену керек екен, ішіңде не қалап тұрасың сонымен айналысу керек екен, енді түсініп жатырмын. Екінші, егер өзің ұнамайтын нәрсені өзіңді заставлять етіп жасасаң, ол өзіңді сату екенін енді түсініп жатырмын. Және не нәрсе жасасаң да оны қолданатын адамдар туралы ойлау, оларға қамқорлық көрсету, олардың комфорты туралы ойлау, өзің басқа біреудің өмірін жеңілдетуге үлес қосудың маңызды екенін енді түсініп жатырмын. Яғни мен өзім өміріме келетін болсам, мысалы менің өмірімде мынандай эпизод болды. 2015-2016 жылдары мен хабар агенттігінде жұмыс істедім. Жұмыс істегенде мен просто любопытство үшін бардым, хабарда жұмыс істеу қалай екен қызық деп. Бірақ сол бір зая кеткен бір жыл болды. Өйткені өзімді өзім жасағым келмей жасап жүрдім де, ақыры 11 айдан кейін жұмыстан кетіп қалдым. Мысалға мен ол кезде жасым мысалға 30 нешеде, 35 па, есімде жоқ, 33 па. Яғни сол кезде мен білмеймін ол даналықты. Яғни өзің жасағың келмейтін, өзіңді сүйреп апаратын жұмысқа жұмыс жасамау керек, жобаны бастамау керек. Немесе біреудің өмірін жеңілдетсем ау, біреуге пайдам тигізсем ау деген ой менде көп болған жоқ ол кезде. Ал сен 20 жасында оны қайдан білесің? Соны кеше Арай екеуміз күліп отырып та 18 жастағы жігіт шал сияқты ойлары деп. Шалдардың даналығын сен 18 жасында басыңа қалай келді? Оны мама папаның арқасында ма, ол қайдан ол? Кітаптан оқыдың ба ол? Мен таң қалып, құрметтеп және жаңағы тамсанып отырып айтып отырмын. Сіздерге рахмет. Жоқ, рас шынымен. Ұялтатын болдыңыздар. Білмеймін. Егер жауап керек болса, бүкіл сұрақтың жауаптары бәрі ата-анада. Сол кісілердің тәрбиесі, сол кісілердің қамқоршылығы,
сөзбен айтпаса да, сөзбен де айтты, одан айтпаса да іспен көрсетті. Менің негізі отбасым, тәтелерім, бірге өскен достарым, мен негізі мысалы әрбір стадияда, мектеп кезінде, физмат кезінде, универ кезінде, Apple кезінде, мысалы қазір стартап кезінде әрбір сатыда маған көмектескен, менен алда жүріп, маған алдыда не болады деген сияқты сұрақтарға жауап беріп жүретін адамдар болды. Ол адамдар тура мен сияқты адамдар. То есть олар просто жай бос уақытын маған жұмсап, маған көмектесті. Менің мысалы жұмысым қазір менің артында келе жатқан. Мен олардан біраз кішкене алда болсам да, оларға жол көрсетуге көмектесу. Сондықтан білемін, бәріміз бір-біріміздің артымыздан жүрген сияқтымыз. Сондықтан мен осының бәрін жалғыз жасадым деп айта алмаймын. Жалғыз отырып, кітап оқып, көп даналық пайда болды. Енді осылай жасаймын деген сияқты. Enlightenment болған жоқ енді. Ағаштың астында медитация жасаған. Сол шығар. Ал білемін, негізі сіздің мысалы оқиғаңызды айтып отырсыз. Бұндай нәрселер кез келген кезде жыл сайын сіз осыға дейін бәрін дұрыс істеп келатып, одан кейін да бұрыс жасауға болады. Немесе бұрыс келатып, қайтадан дұрыс жасауға болады. Ондай бір рет түсініп алдым деген сияқты нәрсе жоқ сияқты. Бәріміз өзгереміз. Арайдың да мысалға сен программист болып жасап жүріп, оның сенің жаныңа жақын емес екенін түсініп, қазір ойланып жүрсің ғой, иә? Саған да ол ерте келді негізінде, көп уақытыңды кетірмедің негізінде. Солай шығар, Және мысалы өзіңізге ұнамайтын кейбір қасиеттерді, минустарды немесе дұрыс емес деген бір егер осыған дейін бір оқиғада дұрыс емес істедім деген сияқты ойларыңыз болып жүрсе, сол оқиғаны қалай жақсылыққа айналдырамын, менің тәжірибемде басқалар үйрене ала ма деген сияқты, немесе айттым ғой, шал деп шал. Сондай ойлар көмектеседі. Өте мықты, иә. Бұл жерде онда жасап жатқан тірліктерің бәрі біз үшін де өте үлкен пример. Үлгі. Себебі жай ғана қарап отырып, бұндай жай ғана істей салатын нәрсе емес, бұл деген көптеген күшті энергияны, уақытты сұрайды, ішкі мақсатты, жігер және жаңағы мотивация дейді. Бұл жерде өзіңді қандай ақпаратпен қоректенесің? Яғни қандай ақпараттар, қандай кітаптар, қандай подкасттар, қандай аудио, видео материалдарды қарайсың? Мен университет кезінде көп осындай подкасттар көретім. Азырақ көремін, қазір мүлдем көрмейтін сияқтымын. Маған ескі кітаптар оқыған ұнайды. Шал деп айтасыз, как раз ескі кітаптар. Мысалы бұл комплимент. Шал бол. Айтқаныңыз келсін. Менің ойымша сол әлемдегі ең мысалы әйгілі, керемет 100 кітапты қайтадан оқи берген дұрыс. Бұл Навал Равикан деп айтты ғой деймін. Маған сондай ескі кітаптар бұрыннан бері келе жатқан уақыттың сынынан өткен кітаптар ұнайды. Негізі тарихты көп оқимын деп айта алмаймын. Маған ешқашан прям қатты қызық болған жоқ. Бірнеше жылдан кейін қызық болады шығар. Негізі көп кітап оқимын. Кітаптан келетін шығар осы көп осындай ойлар. Және әңгімеміздің соңына қарай бір сұрақ. Бізді көріп отырған ауылда орта мектепке барып жүрген балалар болса, қыздар мен жігіттер, қазір орта мектепте жүрген, оларға қандай кеңес айтар едің? Олардың сен сияқты арманы болса, сен сияқты бір ірі адамзатқа үлес қоса алатын бір қызмет жасайтын мүмкіндікке жетсем дейтін бір сондай. Олар не істеу керек қазір? Менің алдындағы Амирамен болған әңгімеден кейін де, бүгін Нұрсұлтанмен кейінгі әңгімеде менің түсінгенім, жоғарғы сыныптарда жақсы мектепке бару керек екен, сонда жақсы мектепке бармай өмірде табысқа жету мүмкін емес пе сонда? Мен шыны керек, осыға дейін осындай ақылды
кеңесті айтуға ұялатын. Неге? Өйткені менің ойымша мен өте жақсы ортада өстім да. Ата-анаммен, тәтелеріммен жақсы мектепке бардым. Менің айтатын кеңесім мұндай балаларға сәйкес келе ме келмей ме деген ой жүретін. Өйткені оңай ол Стэнфордта отырып алып былай істейсің, істей салсай деп. Егер мысалы адам мен негізі интернатта оқып жүрген кезде, ауылда тұрып жүрген кезде бірнеше достарымның там кейбіреулері компьютер ала алмайтын, ақша жетпейтін. Мен компьютер аламын ба деген ондай сұрақ менде болған жоқ. Маған компьютер сатып алып берді. Осындай привилегия туралы айтып отырсың. Иә, осындай ойлар үшін мен кейде осы бір уақытта көп кеңес беретін уақытым болды. Содан кейін ондай кеңесті беруді қойдым, өйткені менің ойымша ситуациялар сәйкес келу керек. Маған мысалы ата-анасы хедж фонд болған адам келіп маған кеңес айтса, маған оны қабылдау өте қиын болады да. Бірақ мен жай айтып көрейін. Менің ойымша, менің өз ойлағаным жарайды. Орта маған өте маңызды болды. Мектеп туралы айтып отқаныңыз жаңа. Жақсы мектепке түспесе не болады деген сияқты. Мен бұл ортаның күшін физматқа енді келген кезде түсіндім. Өйткені физмат мені өте қатты өзгертті. Балалардың ойнап жүргені, қалай уақыт кетіретіні бәрі мүлдем басқаша еді. Сондықтан мен физмат бітіргеннен кейін өзім үшін келесі физматты іздедім. Мені тура осылай қатты өзгертетін, өте қатты сынға салатын орта қандай деп. Бұндай орта, скорее всего, қымбат болуы мүмкін. Бірақ менің әйтеуір мақсатым сондай ортаны іздеу, сол ортаға өзімді салу, сол ортамен бірге өсу. Маған маңызды болды. Және осыған дейін айтқандай, жұмысқа байланысты кез келген нәрсеге келе береді. Мен өзімді үнемі менің білімім ең төмен болатындай жерге салып көргім келді. Солармен бірге өсіп, содан кейін басқа стадияны табамын деп. Бұл ойдың жақсылығы, немесе жақсылығы емес, жоғалып болуы мүмкін. Ол сіз осыған дейінгі болып жүрген жерлеріңіздегі достарыңыз жоғалтуыңыз мүмкін. Өйткені олар екеуіңіздің ойлайтын проблемаларыңыз бәрі екі жаққа кетіп қалады. Сонда осы достарыңызды жоғалтпау мен үшін маңызды. Келесі ол көбінесе ата-анаға кеңес шығар. Менің ойымша менің ата-анам тұрмай, ұйықтамай бүкіл жұмысын бәрін, күшін, махаббатын, ақшасын, әлемдегі бар нәрсенің бәрін менің біліміме, менің тәрбиеме, менің махаббатын бәрін маған салды. Сол үшін мен үшін бұл ондай ешқашан кетпейтін, ең басында айтқандай кез келген істеген нәрсенің бәрін ата-ананың тәрбиесіне, махаббатына алып келуге болады. Сондықтан сол сіз кетіретін экстра 5 минут балаңызбен 10 минут, 15 минут, жарты сағат, 1 сағат. Менің мамам мысалы мені қосымшаға алып барып 3 сағат бойы күтіп отырды. Ештеңе істемей шыға кетпей кітап оқып тұрды. Бүкіл охранниктармен танысып отырды. Мен балам осы жерге сабаққа келіп жүр. Сіздер қарап қойыңыздар менің балама деп өзі отырады. Күтіп. Оның орнына кез келген нәрсе істеуге болар еді. Бірақ мені күтіп жүрді. Сондай балаңыздың біліміне деген қызығушылығына, мысалы мен бірінші рет 11 жасымда ма ең бірінші программамды жаздым. Сол кезде оны байқаған бірінші ата-анам, мына баланың осыған талпынысы бар екен, қабілеті бар екен, барып ғылыми жобаға берейік, оған ақшасын керек болса төлейік, курсына үйренсін, жүрсін деген сияқты. Қалаға бару керек болса өзім алып барайын деген сияқты. Ешқандай логистикалық тұрғыдан пайда болатын мәселелерге қарамай, мен сол білімге дейін апару, сол жақта отырып күту, тамағын беру, алып келу деген сияқты. Маған осы мәселенің ешқайсысы мектеп кезінде түспеді. Менің мәселем болмады. Мен үшін оның орта шешіп отты. Университетке келгеннен кейін ғана кішкене басқа мәселелер пайда болды. Тамақ пісіріп үйрендім. Тамақ пісіріп үйрендім деген сияқты. Әлі үйреніп жүрмін тамақ пісіріп. Сол ата-анаға бір кеңес сол шығар, ал балаларға сол орта. Жақсы орта болғаннан кейін бәрі өзі орнына түсе бастайды. Адамдар сол еліктеумен үйренеді ғой. Басқаларға еліктеп, басқалардың артынан қалмаймын деп.
жақсы ролевой модельдер тауып берсек тоже күшті болады. Мысалы кейбір адамдар ойлайды, там жай өте үлкен бір кісіні көрсетсем осыған ұқсас болады деп. Менің ойымша адамдар өзінен 3-4 жас үлкен ғана адамдарға ұқсағысы келеді. Consciously. Мектеп кезінде. Егер сіз мүлдем алыс біреуді алып келсеңіз, екеуі екі түрлі сөйлейді, екі түрлі тілде сөйлейді сияқты. Ал өзінен 2 жас ғана үлкен, тура сондай проблемалар 2 жыл бұрын ғана болған адам болса, кішкене ұқсас. Жақсы кеңес, өте жақсы. Бұрын ойламаппын ол. Сонда мектеп кезінде маған солай түсінікті болған сияқты. Менен 11 класс маған өте қатты күшті жігіттер болып көрінетін. Ал кейде мысалы мектепке шақырады, біріншіден директоры немесе инженер, ол не айтып жатыр, оның проблемалары, оның немесе шешкен проблемалары маған мүлдем алыс. Impossible, короче. Сондықтан жақын адамдар арқылы менторство жасаған дұрыс сияқты. Ата-анаңа айтпақшы, кеткен қаржыны қайтарып үлгердің бе? Әлі қайтарамыз, өмір бойы қайтарамыз. Өмір бойы қайтарамыз. Оның infinite проценті бар. Проценті бар, Арай, бүгінгі сұхбаттан, біздің 60 жастағы ақсақалымызбен сұхбаттан не ұқтың? Біраз нәрсе ұқтым, көп нәрсе. Шынымен де бұрын ойлап көрмеген ойлар да келіп жатыр маған, өте керемет. Және Ерсұлтаннан бірінші үйренгенім, басында танысқан кезде бір рет көрістік, ол тек қана оқып жүр, бірінші, екінші курс, бізді басқалармен таныстырып жүретін. Ол дегеніміз Ерсұлтанның нетворкинг, яғни адамдармен қарым-қатынас құра білуі, сөйлесе білуі, диалог құра білуі, және олардан жаңа менторство деп айтып отырсың, адамдардан үйрене білу қабілеті өте қатты дамыған секілді. Сол себепті осының арқасында кішкентай кезінен алған тәрбиесінде қазіргі қасиеттерінің бәрі осы бір бүгінгі күнгі Ерсұлтанды бізге әкеліп көрсетіп отыр. Сондықтан тек қана қуаныштымын бұндай диалог болғанына, өте қуаныштымын. Маған да бүгінгі әңгімеміз қатты ұнады. Менің де ойыма түйген нәрселер көп болды. Ең бірінші менің Ерсұлтаннан үйренген нәрсем ол қорықпау керек екен. Ерсұлтан қорықпайды екен, өзін қиын ортаға салады, өзінен жоғары дамыған ортаға салады, оған барудан қорықпайды және сол арқылы дамиды. Сол қорықпау керектігін тағы да есіме алдым. Рахмет саған, Ерсұлтан. Көп мақтап кетті деп ренжіме, біз енді шынайы ойымызды айтып отырмыз. Аванс, үлкен аванс. Тек қана сәттілік. Рахмет сізге. Және шақырғандарыңызға. Ой пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Бүгінгі мүмкін Ерсұлтанға қоятын сұрақтарыңыз болса, Ерсұлтан біздің шығарылымның астына өзі жауап беретін шығар деп ойлаймын. Кеңестері, басқа да сұрақтарына байланысты. Келесі жолы кездескенше онда. Кездескенше. Рахмет.